бүгін менің үлкен баламның туған күні деп барлығымыз жиналып машинаға отырып қыдыруға кеттік. Бұл жерде бір інім, бір қайынсіңлім, бір жиенім, күйеуім, 3 балам барлығымыз осы өзіміздің машинамызға отырып алып Шымкент деген қалаға жол тарттық. Ол жақта біз қазір аквапаркке барамыз. Оған дейін бірінші тамақтана алайық деп мегацентрға келдік. Бұрын да қыз кезімде осы бала шағамен Шанхай түсте қыдырып жүрген адамдарды көрсем жыным ұстайтын еді. Мә, неменеге үйіне тастап кетпейтін бәрін шұбыртып деп ойлайтын едім. Қазір сол ойыма өзім қарсы келіп жатырмын ғой. Себебі бала шағаңда қыдырғанын қалайсың, көргенін қалайсың, көріп, біліп, ешқандай жабайы болмай, осындай нәрселерді көріп өссе екен деп ойлайды екенсің, лифт не екенін көріп. Бірақ үнемі осылай қыдыруға әке баламды кейін өкініп отырамын, себебі осылар жылай бастайды, сұрай бастайды, ананы апер, мынаны апер, ештеңеге недовольный, мына жерде қазір соққа таласып жатыр қазір. Жылап үстіп жатып, адам позорын шығады ғой, мә. Қарасай дым болмағандай соғын алып алып шығып келеді. Амалым қаншет деген өлең болу керек қой мына жерде. Өзім туған балдарым деп барлық капризасына көне бересің ғой. Сөйтіп, мына жерде барлығымыз тамақтанып алып, қарнымызды тойғызып алып, фонтан деген аквапаркқа келдік. Бұл жерде қазір бәріміз дайындалып тұрмыз кіруге. Туған күн иесіне еще бесплатно екен. Үлкен балам бесплатно кірді. Қалғандарымыздың барлығына ақша төледік. 3 взрослый, қалғандары детский. Детскийдің бағасы 4000 теңге екен, взрослыйдың бағасы 7000 теңге екен. Бірақ үлкен аквапарк негізі. Баламның қалауы бойынша біз шомылуға келдік. Осы жерде қанша уақыттан бері айтып жүрген фонтанға барайық. Баяғыда кішкентай кезінде әкегеміз ғой, енді сол есінде қалып кеткен. Мен туған күнде сойқа барайық деп қоймады. Содан кейін осы шомылуға келдік фонтанға. Кіре берісте біз купальник алдық, себебі қонақ балдардың купальниктері жоқ еді. Очки алдық, доп алдық, керек заттың бәрін сатып алдық та ішіне қарай кірдік. Балдарым ай-шайға қарамай сразу суға қарай секіріп кетті. Шомылып, сырғанап, өзімізді кішкентай бала сияқты сырғанап жүрміз ғой. Мына жерде еще сырғанамай қалды, өзіміз қип деп шығып келе жатырмыз да. Сөйтіп, мына жерде балдарымды сырғанатайын деп анаған да апарам, мынаған да апарам ғой. Енді сөйтсе айтады, маған шығуға болмайды дейді, ана төбесіне ше, үлкен адамдар шығуға болмайды, түсіңіз деп қояды. Мен балдарымды сырғанатайын деп жатырмын ғой деп қоямын. Сөйтсем, жоқ, өздері сырғанайды, ол жақтан қарап, ол жақтан шығуға болмайды, сіздерді көтермейді дейді да. Сосын кейін осындай ойын ұйымдастырған екен, ойынға да қатысып, ол жерде барлығымыз конфет ұтып алдық. Балдарымның барлығына бір конфеттен берді. Содан кейін уже қарындар аша бастады. Қарнымыз ашты мама деп уже біраз уақыт болды шомылып жатқанымызға. Сосын кейін тамақтануға жоғарыға шықтық ресторанына. Ол балдарымызға гамбургер, өзімізге шашлик, қарнымызды тойғызып алып, уже қайтадан дальше сырғанайық деп. Мен өзім негізі судан жаман қатты қорқамын, тұншығып қалудан, жүзу білмеймін. Балдарым үшін амал жоқ келдім. Еще маған сырғана дейді мынандай жерлерде. Мен одан судан батып кетемін ба деп қорқамын, андай бассейндерге түскеннен кейін ше. Сөйтіп, күйеуім, балам, інім жарысып сырғанап қызығып кетті. Мен де сырғанайыншы деп қоямын ғой. Үлкен сырғанақтарына сырғанамай, кішкенайынан бастайын деп, кішкентай сырғанағына бір сырғанап көрдім. Кейін нормально болды, тұншықпадым, мандай. Просто адам өзі бір қорқса қорқа береді екен да. Мына жерде еще басын бұғып алам ғой, су мұрныма кіріп кетпесін деп. Ақырында балдарыңды ұмытып өзің сырғанап ойнап кеткенсің бе, кішкентай бала ұқсап. Ал сіздер осындай демалысқа жиі шығасыздар ма? Балдарыңыздың туған күнін қалай өткізесіздер? Комментарийға жаза кетіңіздер. Осы видеоларды кеше сторисқа салған болатымын. Сол жерде барлығы менің купальнигімді сұрап жатыр екен. Бұл купальникті қайдан алдыңыз? Бізде солай алайық деген едік. Осындай жабық купальниктер ұнайды деп көп адамдар жазған екен. Қазір айта кетейін, бұл купальникті мен мұсылманский магазин алдым, кәдімгі закрытый буркини. Видеода негізі онша бүйтіп қатты кеп атқаны білмейді екен, бірақ қатты скоростьпен кеп атым, содан кейін қорқып діріліп деп қоямын ғой. Бұндай демалысқа өзі көптен бері шықпаған еді, қызық болды, балдарыма да өзіме де. Барлығымыз мәз болып осылай күшті видео түсіре қалайын десең, енді кинодағыдай қылып болмай қалды ғой, бегемот болып кеп жатырмыз ғой, гүф еді ғой. Үстіп души шомылдық, видео түсірдік, балдармен ойнадық, тамақтандық. Сосын кейін енді қайтайық, енді кеш болды десек, балдарымыз пожалуйста, тағы да қыдырайықшы дейді. Балдардың энергиясымен негізі үлкен адамдардың энергиясы вообще тура келмейді ғой. Біз уже шаршап жатырмыз, демалып та шаршайды екен ғой адам ше. Шаршап жатырмыз, үйге қайтқымыз келіп жатыр. Бұлар деген энергиясы ұрып тұр ғой. Тағы да ойнаймыз, тағы да қыдырамыз деп ше. Сосын кейін амал жоқ, енді бүгін туған күні ғой, мақұл деп Шымкент плазаға алып келдік, ойын сауыққа.
Шашымыздың бәрі су бассейннен шыға салып, сразу Шымкент базарға келгеннен кейін кәдімгідей әбіржіп жүрміз, онда жерде ешкімге қарамай. Сөйтіп, осылайынан күшті бір күніміз өтті, балдармен қосылып өзіміз де ойнап алдық. Балдардың бұл жақтан да қайтатын ойлары жоқ. Ойбай, қайттық, болды, успокойтесь деп жүріп, зорға деңгеде шығардық қой ана жерден ойын-сауықтан. Мына видеоны бар қысқартқаным осы болды. Зорға 5 минутқа сыйдырдым. Соңына дейін көрген адамдарға рахмет.